Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін осындай керемет оладьидің рецептімен бөлісемін. Соңына дейін қараңыздар, өте қарапайым тәсілмен жасалады. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек, 2 ас қасық шекер, шым-шым тұз. Жақсылап араластырып аламыз. 2-3 минуттай араластырып болғаннан кейін жылы айранымызды қосамыз. Егерде сіздерде салқын болса, жылытып кейін қосқан абзал. Кейін өлшенген ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып араластырып болғаннан кейін шай қасықтың ұшымен ғана сода қосамыз. Содамызды қосып болғаннан кейін қамырымызды 10 минутқа демалдырып қоямыз. Кейін барып пісіреміз. Ең аз мөлшердегі майды құйып табаға ең баяу отта пісіреміз. Кейін екінші бетін аударғаннан кейін қазанның қақпағын жапсаңыздар болады. Сол кезде іші таза пісіп шығады. Яғни шикі болып қалмайды. Осында биік болып шығады біздің оладьилер. Міне біздің өте қарапайым заттардан жасалған оладьиіміз дайын болды. Ал енді қаймақ, немесе варенье, немесе бір сироппен ұсынсаңыздар болады. Сіздерге ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.